Сонан Жапониядан елге келіп, Астанадан өз оқу орталығымның негізін қаладым. Артынша қала бойынша 4 филиал аштым. Үкіметтік 7 мектепте методикамды енгіздім. Қазақстан бойынша франшизалық желімен 10 филиалымды, Ресейден 2 филиал аштым. Осы мезетте айтқым келетіні, мұның бәрі орасан еңбек. Сонымен қатар бизнесті дұрыс, жүйелеуді талап етеді. Яғни бизнес жоспар жасауда, стратегияның орындалуында, франшизалық келісім шарттардың құрылуында, әрбір сәтте жетістікке жетуімде маған экономика қаржылық білімім көмектесті. Қазіргі таңда кәсіпкерлерге бизнесті ашу және жүйелі жүргізу бойынша наставник, яғни стратегиялық жетекшілікпен айналысудамын. Егер де сіз бизнес ашқысы келетін немесе бизнесіңізді дұрыс қаржы стратегиялық жүйесімен жүргізгісі келетін адам болсаңыз, осы видеоға лайк басып, подписка жасап, пікірге плюс қалдырып, маған жеке разговорға келіңіз.